Футболдан әлем чемпионаты басталды. Төрткүл дүние көз тіккен дүбірлі додамен бірге Атырауда да кіші аяқ доптан біріншілік басталып жатыр. 10 құрама бәйгеде бағын сынап көреді. Осылайша Атыраудың жастары әлем чемпионатына өз үлесін қосып қолдау білдіруде. 10 құрама осы уақытқа дейін өз аудандарында үздік өнер көрсетіп жүрген жастарды біріктіреді. Құрамалар қала әкімінің тікелей қолдауымен құрылған. Ойыншылардың экипировкалары алаңның жабдықталуы қала бюджетінен қарастырылған. Бүгінгі ойындар Авангард мөлтек ауданының аула алаңқайында өтсе, кезекті ойындар қаланың өзге ойын нүктелерінде өтетін болады. Жарысқа қатысушыларға тек жеңіс тілеймін. Барлық жастарды аталған шаралардың барлығына белсене қатысуға шақырамыз. Футболшылардың ойынға тас түйін дайындығын қимылдарының ширақтығынан байқадық. Аулада әбден ысылып қалғанда жарты сағат уақытта барын салады. Бірлік ауылынан келгендер теңдікпен бақ сынасты. Жеребе осылай түсті. Қалған топтар келесі аптада ойнай алады. Ақсай командасы. Ақсай командасының қарсы ойнайтын жұмыскер командасы. Ақсай мен жұмыскер. Әлем біріншілігінің басталуын ойыншылар зор антамен күткен. Сүйікті командаларының өнерін тамашалау олар үшін зор мәртебе. Кәсіби футболшылармен қарсы ойнау арманда. FIFA футбол симуляторында ғана олармен жүздесу мүмкін. Ауыл команда болса да, өзінің тактикасы, өзінің мақсаттары болады. Сол мақсаттарға Өкінішке орай аула айналасында жастардың өнеріне қырғи қабақ қарайтындар да табылды. Мына ағаларымыз алаңдағы ойынды бассыздық деп танып, ойын қақпаларды алып кетуге бекінді. Өйткені қақпаны өз қаражаттарына жасатқан. Поле бар ғой жерде. Просто біз мөлшермен жасап қойғасын енді бәрін қасып алған мұнда. Мен сондай жастардың ойнауына қарсы. Біз қарсы емес қой. Бір ойын өткізіп жібереді. Мында полялар бар ғой. Бір ойын өткізесіздер ме? Қуанышымызға орай жанжал тынышымен аяқталды. Қызуғанды жерлестеріміз қазақылыққа басып кеткенге ұқсады. Кейін райынан қайтып жастарға ойында сәттілік тіледі.